Барлығыңызға сәлем достар, English Time каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода ағылшын тіліне байланысты ұбт-да келетін тест сұрақтарын талдайтын боламыз. Бұл видео сізге 100% пайдалы болатынына сенімдімін, сондықтан видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Ал ендеше бастайық. Бірінші сұрақ. The synonym of great. Great сөзі қазақ тілінде керемет, тамаша деген мағынаны білдіреді. Ал синоним сөздер дегеніміз айтылуы басқаша, бірақ мағынасы бірдей сөздерді айтамыз. Сондықтан да біз керемет, тамаша деген мағынаны білдіретін сөзді мына варианттардың ішінен таңдап алуымыз керек. A варианты sour, қышқыл деген мағынаны білдіреді. Бұл вариант сәйкес келмейді. Келесі B варианты sweet, тәтті деген мағынаны білдіреді. Бұл вариантта сәйкес келмейді. Келесі C варианты wonderful, керемет, тамаша деген мағынаны білдіреді. Осы вариант сәйкес келеді. Алайда бүкіл нұсқаны талдап шығуды ұмытпайық. D варианты delicious, дәмді деген мағынаны білдіреді. E варианты terrible, қорқынышты деген мағынаны білдіреді. Жалпы C варианты сәйкес келіп тұр, сондықтан да C вариантын дұрыс деп таңдаймыз. Келесі екінші сұраққа назар аударайық. The meaning of the phrase take care of. Ағылшын тілінде фразалық етістік дегеніміз бұл негізгі етістікке қандай да бір предлогтың тіркесуі арқылы жасалып, мүлдем басқа мағынаны беруін айтамыз. Take care of фразалық етістігі қамқор болу деген мағынаны білдіреді. Бізге осы мағынаны дұрыс таңдап алуымыз керек. Бірінші A варианты go together with somebody. Біреумен бірге бару деп аударылып тұр. Бұл жауап сәйкес келмейді. Келесі B варианты look at something, бір нәрсеге қарау. Бұл жауапта сәйкес келмейді. Келесі C варианты be useless at all, пайдасыз болу деп аударылып тұр. Бұл жауапта сәйкес келмейді. Келесі D варианты carry somebody's things, біреудің заттарын тасу деп аударылып тұр. Бұл жауапта сәйкес келмейді. Келесі E варианты be attentive and helpful to someone, біреуге қамқор болу. Осы жауап дұрыс сәйкес келіп тұр, сондықтан да осы вариантты дұрыс деп таңдаймыз. Келесі үшінші сұраққа назар аударайық. Correct reading of telephone number. Ағылшын тілінде телефон номерін оқыған кезінде екі сан қатар келсе, біз ол сандарды double сөзінің көмегі арқылы оқимыз. Мысалы, мұнда 2-7 саны қатар келіп тұр, сондықтан да double 7 деп оқимыз. Ал егерде әртүрлі сандар кездессе, оларды жеке-жеке оқып шығамыз. Сонымен қатар 0 саны кездессе, ол санды біз жай ғана O деп оқып кетеміз. Ал ендеше мына номерді оқып көрейік. Double 7 1 7 1 5 4 0 1 double 2. Бізге дәл осылай жазылған вариантты таңдап алу керек. Бірінші A варианты double 7 17 деп тұр. Сондықтан да бұл жауапты таңдамаймыз. Келесі B варианты double 7 1 7 1 5 40. 40 деп тұр, сондықтан да бұл жауапты да таңдамаймыз. Келесі C варианты double 7 1 7 1 5 4 0 1 2 2 деп тұр. Сондықтан да бұл жауапты таңдамаймыз. Себебі екі сан қатар келсе, біз ол сандарды double сөзінің көмегі арқылы оқимыз. Келесі D варианты double 7 1 7 1 5 4 0 1 double 2. Осы жауап дұрыс, осы жауапты дұрыс деп таңдаймыз. E вариантын талдап кетейік. 7-6 деп басталып тұр. Бұл жауап мүлдем сәйкес келмейді. Келесі төртінші сұраққа назар аударайық. The cardinal numeral. Бұл қазақ тіліне аударатын болсақ, есептік сан есім деген мағынаны білдіреді. Жалпы ағылшын тілінде де, қазақ тілінде де сан есімдердің реттік және есептік деген түрлері болады. Реттік сан есімдерге бірінші, екінші, үшінші деген секілді сан есімдер жатады. Ал есептік сан есімдерге 1, 2, 3, 4 деген секілді сан есімдер жатады. Бізге есептік сан есім формасында тұрған сан есімді табуымыз керек. A варианты fifth floor, 5-ші қабат деген мағынаны білдіреді. Бұл жауап сәйкес келмейді. Келесі B варианты the 33rd cow. Бұл 33-ші сиыр деген мағынаны білдіріп тұр. Бұл жауап та сәйкес келмейді. Келесі the 10th child, 10-шы бала деген мағынаны білдіріп тұр. Бұл жауап та сәйкес келмейді. Келесі D варианты first lesson, бірінші сабақ деген мағынаны білдіреді. Бұл жауап сәйкес келмейді. Келесі E варианты 20 horses, 20 ат деген мағынаны білдіріп тұр. Осы жауап сәйкес келеді. Осы жауапты дұрыс деп таңдаймыз.
Келесі 5-ші сұраққа назар аударайық. Мұнда мына сөйлемге артикльдерді дұрыс қоюымыз керек. Сөйлемді оқып көрейік. Internet is huge network of computers. Интернет сөзінің алдына the артиклі қолданылады. Себебі интернет сөзі барлығымызға белгілі, құпия емес зат болғандықтан біз осы the артиклін қолданамыз. Келесі is деп бір нәрсені сипаттап тұр, сондықтан да бұл сөзден, бұл to be етістігінен соң міндетті түрде немесе an артиклінің қолдануы арқылы сөйлем жалғасады. Мұнда артиклін қолданамыз, себебі huge сөзі h әрпінен басталып тұр. Яғни дауыссыз әріптердің алдынан артиклі қолданылады, ал дауысты әріптен басталған сөздердің алдында n артиклі қолданылады. Жалпы I'm a teacher деген кезінде to be етістігінен кейін артиклі қолданып тұр. Дәл осындай басқа да мысалдар арқылы осылай дұрыс жауапты тауып алсақ болады. Яғни мұнда дұрыс жауап варианты, яғни the және артиклі қолданылады. Келесі 6-шы сұраққа назар аударамыз. Бұл жерде біз дұрыс есімдікті таңдауымыз керек. Сөйлемді оқып көрейік. There are papers on the desk. Партаның үстінде парақтар бар деген мағынаны білдіріп тұр. Бірінші варианттан бастайық. There are anyone papers деп айта алмаймыз. Себебі anyone сөзі біріншіден адамдарға байланысты қолданылады. Сонымен қатар болымсыз сөйлемдерде және сұраулы сөйлемдерде қолданылады. Келесі B варианты that papers деп те айта алмаймыз. Себебі that сөзі жекеше түрдегі зат есімдерге байланысты қолданылады. Келесі C варианты some papers. Осы вариант дұрыс, яғни осы жауапты дұрыс деп таңдаймыз. Сонымен қатар келесі варианттарды да талдап өтейік. D варианты these papers деп айта алмаймыз. Себебі these сөзі жекеше түрдегі зат есімдерге байланысты қолданылады. Келесі E варианты any papers деп айта алмаймыз. Себебі any сөзі болымсыз сөйлемдерде және сұраулы сөйлемдерде қолданылады. 7-ші сұраққа назар аударайық. The sentence with second conditional. Яғни екінші шартты сөйлем. Мына берілген сөйлемді біз екінші шартты сөйлемге айналдыруымыз керек. Ең алдымен біз екінші шартты сөйлемнің формасын білуіміз керек. If бөлігінде past simple, келесі бөлімінде would қосылған infinitive. Яғни infinitive дегеніміз етістіктің бірінші формасы. Варианттарға назар аударайық. A варианты lived және had. If I lived in the country, бұл бөлімі дұрыс, яғни lived болып қолданылуы керек. Келесі бөлігіне hadты қойып көрейік. I had a kitchen garden. Бұл дұрыс емес. Келесі вариант B варианты lived will have. Бұл варианты дұрыс емес, себебі will have дегеніміз бұл second conditionalдың формасына жатпайды. Келесі C варианты would live және have. Бұл да дұрыс емес, себебі would live сөзі дұрыс қолданылып тұрған жоқ. Келесі D варианты would live және had. Бұл да дұрыс емес, яғни would live сөзі дұрыс қолданылып тұрған жоқ. Келесі E варианты lived және would have. Қолданып көрейік. If I lived in the country, I would have a kitchen garden. Осы вариант дұрыс, яғни екінші шартты сөйлемнің формасына дұрыс сәйкес келіп тұр. Келесі 8-ші сұраққа назар аударайық. The sentence with the correct word order. Яғни мына сөйлемдердегі сөздердің орындары ауысып кеткен. Біз осылардың дұрыс вариантын табуымыз керек. A вариантына назар аударайық. What 5 o'clock деп басталып тұр. Бұл вариант дұрыс емес. Себебі уақытқа байланысты қолданылатын сөздер міндетті түрде сөйлемнің соңында кездесуі керек. Келесі B варианты What you wear деп тұр. Бұл жауапта дұрыс емес, себебі what сөзінен кейін міндетті түрде көмекші етістік келуі керек. Келесі C варианты What were you at 5 o'clock деп тұр, сондықтан да бұл жауап дұрыс емес, себебі жаңа айтып өттім, at 5 o'clock деген уақытқа байланысты берілген сөз, сондықтан да бұл сөз сөйлемнің соңғы жағында қолданылуы керек. Келесі D варианты What were doing деп тұр, сондықтан да бұл жауап дұрыс емес, себебі what were сөзінен кейін pronoun қолданылуы керек, немесе зат есім қолданылуы керек. Байқайтын болсақ, бұл past continuous формасындағы сөйлем, past continuous формасының сұраулы сөйлемнің формасын еске түсіріп өтетін болсақ, were қосылған pronoun және қосылған verb ing болуы керек. Ал мұнда were doing, яғни ортада pronoun қалып кеткен. Келесі E варианты What were you doing at 5 o'clock yesterday? Осы вариант дұрыс, яғни сөйлемді аударатын болсақ, сен кеше сағат 5-те не істеп жатқан едің деп сұрап тұр.
Сондықтан да и вариантын дұрыс деп таңдаймыз. Келесі 9-шы сұраққа назар аударайық. Correct verb, яғни мына варианттардың ішінен дұрыс етістікті таңдауымыз керек. Сөйлемді оқып көрейік. Oh, I see their jam in the jar. Яғни банканың ішінде вареньяны көрдім деген сөйлемді біз дұрыс құрауымыз керек. Бірінші A варианты. I see there aren't any jam. Байқайтын болсақ, jam сөзі жекеше түрде қолданылып тұр. Ал жекеше түрде біз aren't-ті қолданбаймыз. Келесі B варианты. Are some, қайтадан көпше түрдегі to be етістігі тұр, сондықтан бұл да дұрыс емес. Келесі C варианты. Were any, бұл да дұрыс емес, себебі сөйлем біріншіден осы шақта қолданылып тұр. Were сөзі көпше түрге байланысты қолданылады. Келесі D варианты. Were not, бұл да дұрыс емес, себебі were сөзі көпше түрдегі зат есімдерге байланысты қолданылады. Келесі И варианты. Is some. Осы дұрыс, себебі is деген to be етістігі жекеше түрдегі зат есімдерге байланысты қолданылады, және some сөзі де дұрыс қолданылып тұр. Яғни some сөзі саналмайтын зат есімдерге байланысты қолданылады. Ал енді сөйлемді дұрыс оқып көрейік. Oh, I see there is some jam in the jar. Осы варианты дұрыс. Келесі 10-шы сұраққа назар аударамыз. The correct variant. Kazakhstan isn't bordered on the south with. Бір мемлекетті таңдауымыз керек. Яғни Қазақстан оңтүстігінде бір мемлекетпен шектеспейді. Сол мемлекетті дұрыс таңдауымыз керек. A вариантында Өзбекстан мемлекеті берілген, бұл дұрыс емес. B вариантында Чайна, ол да дұрыс емес. C вариантында Қырғызстан, ол да дұрыс емес. D вариантында Түркменстан, ол да дұрыс емес. И вариантында Ресей, яғни Russia. И варианты дұрыс, яғни Russia Қазақстанның солтүстік бөлігінде орналасқан. Сондықтан да И вариантын таңдаймыз. Келесі 11-ші сұраққа назар аударамыз. Бұл жерде бос орынға дұрыс сөздерді қоюымыз керек. Сөйлемді жалпы түсініп көрейік. I wish I so much money. Now I need to borrow some. Екінші сөйлемді аударатын болса, қазір мен біразын қарызға алуым керек деген мағынаны білдіріп тұр. Яғни бұл жерден байқайтын болсақ, complex object формуласын еске түсіруіміз керек. I wish I вариантын қойып көрейік. I haven't spent so much money. Бұл тура келмейді. Себебі сөйлеушінің өткен шаққа өкініш білдіріп тұрған байқауымызға болады. Келесі B варианты. I wish I hadn't spent so much money. Мен ақшаны көп жұмсамағанымды қалаймын деп аударылып тұр. Яғни болып қойған іс-әрекетке өкініш мағынасында қолданылып тұр. B варианты дұрыс, себебі мағынасы да қолданылуы да дұрыс сәйкес келіп тұр. Келесі сұраққа назар аударамыз. 12-ші сұрақ indefinite pronoun. Яғни бұл indefinite pronoun қазақ тіліне белгісіздік есімдіктері деп аударылады. Ағылшын тілінде белгісіздік есімдіктері 4 сөз арқылы басталады. Олар every, some, any және no. Мысалы everything, anything, nothing және something. Осындай сөздерді біз мына варианттардың ішінен тауып алуымыз керек. A варианты ourselves. Бұл indefinite pronounға жатпайды. Бұл relative pronoun, яғни өздік есімдіктері. Біз өзіміз деген мағынаны білдіреді. Келесі B варианты everybody. Міне осы every сөзден басталып тұр, сондықтан да осы белгісіздік есімдігі болып табылады. Алайда бүкіл вариантты талдап шығайық. C варианты this, demonstrative pronoun, яғни сілтеу есімдігіне жатады. Мынау деген мағынаны білдіреді. D варианты theirs, яғни possessive pronoun, яғни тәуелдік есімдіктеріне жатады. Олардыңқы деген мағынаны білдіреді. Келесі E варианты mine, менікі деген мағынаны білдіреді. Бұл да possessive pronounға жатады. Жалпы бұл сұрақта біз B вариантын дұрыс деп таңдаймыз. Келесі 13-ші сұраққа назар аударамыз. The correct form of the verb in the sentence. Яғни сөйлемде етістіктердің дұрыс формасын табуымыз керек. Бұл сұрақта негізінен біз ырықсыз етіс, яғни passive voice формаларын білуіміз керек. Passive voice дегеніміз не? Passive voice дегеніміз бұл іс-әрекеттің кімнің істегені белгісіз, бірақ іс-әрекет өздігінен істелініп тұрған сөйлемдерді айтамыз. Бірінші сөйлемге назар аударайық. Your room, бос орын, ready yet. Сенің бөлмең дайын
yet сөзі әрқашанда болымсыз сөйлемдерде қолданылады, сондықтан бұл сөйлем болымсыз сөйлем. Яғни болымсыз мағынаны білдіретін етістіктің формасын таңдауымыз керек. Your room isn't ready yet. Яғни сенің бөлмең әлі дайын емес деген мағынаны білдіру керек. Бірінші A вариантына назар аударайық. Isn't етістігі, to be етістігі қолданылып тұр, бұл дұрыс. Келесі, it's now, it's being cleaned. Яғни ол қазір тазалануда. Кімнің тазалап жатқаны белгісіз, бірақ іс-әрекет өздігінен жасалынып тұр. Сондықтан да бұл сөйлемді біз passive voice формасында қолданамыз. Келесі үшінші сөйлем. They eat in half an hour. Яғни олар оны жарты сағатта дайын қылады деп аударамыз. Яғни келер шақ формасында қолдануымыз керек. A вариантында қолданылып тұрған үшінші етістікке назар аударайық. They prepare it in half an hour деп айта алмаймыз. Себебі prepare сөзі осы шаққа байланысты қолданылады. Келесі B вариантына назар аударайық. Бірінші етістік isn't дұрыс, is being cleaned дұрыс. Үшінші will have prepared. Яғни will have prepared future perfect шағының формасы болып табылады. Осы жауап дұрыс. Жалпы B вариантын дұрыс деп таңдаймыз. Келесі 14-ші сұрақта біз белгілі бір демеулікті қолдану арқылы take care of мағынасын білдіретін фразалық етістікті шығаруымыз керек. Take care of сөзі жаңа айтып өткенімдей қамқор болу деген мағынаны білдіреді. Келесі to look және бос орын тұр. Осы бос орынға қандай да демеулікті қолдануымыз керек. Бірінші демеулік look around. Бұл дұрыс емес, мүлдем басқа мағынаны білдіріп кетеді. Look through. Бұл да дұрыс емес. C варианты look after. Осы варианты дұрыс. Яғни look after дегеніміз қамқор болу деген мағынаны білдіреді. Яғни take care of және look after екеуі бір-біріне синонимдес сөздер болып табылады. Міне достар, осымен видеомыз аяқталды. Сіздерге бұл видео пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де видео сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Егер де дәл осындай видеолардың тағы да болғанын қаласаңыз, комментарий бөліміне өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Бұл қазақ тілді каналдың дамуына өз септігін тигізеді.